Баклажанды салат қысқа өте керемет салат екен. Біздің үй ішімізге қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Парақшама подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Баклажанымызды жуып, басын алып тастап, ұзынша қылып турайтын боламыз. Салонка қылып, видеодағыдай қылып. Су құятын боламыз толтырып. Баклажанымыз бату керек. Сонымен тұз саламыз, араластырып, баклажанымыз батқанша су қойып, үстін ауырлау зат қоямыз. 2 сағаттан кейін алып, сығып алып, қолымыздың күшімізбен баклажанымызды. Баклажанның уы кету керек. Ақ суға 3 рет шайып аламыз. Осылай видеодағыдай қылып 3 рет шайып аламыз. 3-ші рет шайып болған соң осылай қолымыздың көміз сығып, таза қылып салып аламыз. Қараңыздар, осылай қылып сығып аламыз. Осымен баклажанымыз дайын. Баклажанымызды аламыз, болгарскийімізді, пиязымызды, помидорымызды, қазанымызға майымызды құйып, қызған кезде пиязымызды салып, қызартып қуырып аламыз. Қызарған кезде помидорымызды салып аламыз. Араластырып, қайнағаннан кейін әшімізді салып алатын боламыз. Араластырып, чесногымызды сабыламыз. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Араластырып, бір қайнатып, болгарскийімізді салып аламыз. Араластырып, өсіп қайнатып аламыз. Баклажанымызды салып, араластырып аламыз. Бір бұрқ еткен кейін тұзымызды, дәміне қарай кориандрымызды да саламыз. Қайнатып, араластырып, қандай өте әдемі салат. Кәрістердің салаты негізі. Туралған укромызды, зеленімізді салып аламыз. Соевый соусымызды салып, әдемілеп тұрып. Қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды салып, араластырып, қайнатып аламыз. Қайнаған кезде азғантай уксус салып, қараңыздар, кіршкімізді қайнатып қойдым, банкымызды сковородка етіп қойдым. Енді дайын банкімізге құятын боламыз. Араластырып құйып аламыз. Закривашкамен жауып алатын боламыз. Осылай закривашкамен. Кәрістердің қыста жақсы көретін салат екен. Бізде жеп көрейік деп мен де істедім. Ас болсын, парақшам пайдалы, өте жақсы, қолжетімді рецепттермен бөлісемін. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Тіркелген болсаңыз, рахмет.